Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің археологиялық экспозицияларында мыңнан астам жәдігерлер көрсетілген болса, солардың ішінде қола дәуіріне тән өрнектелген қыш ыдыстар көптеп көрсетілген. Осы қыш ыдыстардың өрнектеріне қарап, кезең-кезеңдерге бөліп қарастыруға да болады. Экспозицияда көрсетілген қола дәуірінің қыш ыдыстары Зеренді ауданының табиғаты көркем Қошқарбай шатқалындағы қола дәуірінің археологиялық ескерткіштерін зерттеу барысында анықталған. Олардың қатарында Қошқарбай бір қорымы, Кенеткөл 18 және Ормандыбұлақ қорынан алынған қыш ыдыстар жақсы сақталған. Отандық археология тарихында қола дәуіріндегі заттай ескерткіштерді зерттеуде жақсы жетістіктерге қол жеткізілді деп айтсақ болады. Сондықтан құнды тарихи деректеме болып табылатын қыш ыдыстар қола дәуіріндегі жәдігерлердің негізгі категорияларын құрайды. Қыш ыдыстарды зерттей отырып, ертедегі тұрғындардың өзара қарым-қатынастарын, шаруашылық әрекеттерінің ерекшеліктерін, дүниетанымдарының кейбір қырларын, археологиялық мәдениеттердің туыстастығы мен олардың шығу тектерін баяндайтындығын көруге болады. Қоныстарды мекендеушілерде қыш ыдыстарын жасау ісі едәуір орын алды. Оның барлығы шаруашылық пен тұрмыста пайдалануға арналды. Қола дәуірінде құмырашылар көбінесе әйел адамдар болды. Құмыраларға салынған өрнектер негізінен алғанда штрихталған үшбұрыштар, зигзагтар, шырша, дөңгелек батырып салынған оюлар, сызықшалардан тұрды. Қола дәуірінде өмір сүрген тайпаларды шартты түрде алғанда андрондықтар деп атады. Осы андрондықтардың қыш ыдыстарды жасау өнер арқылы қыш ыдыстарына қарап та оларды үш кезеңге бөлуге болады. Атап айтатын болсақ, ерте, орта және соңғы қола дәуір деп үш кезеңге бөлінді. Ерте қола дәуіріне Петров мәдениеті біздің заманымызға дейінгі 18 және 16 ғасырларды аралығын қамтиды. Орта қола дәуіріне Алакөл және Федоров мәдениеті, орталық Қазақстанда Атасу және Нұран мәдениеті деп аталады. Ол біздің заманымызға дейінгі 16-12 ғасырларды қамтыды. Ал үшінші кезең, төменгі кезең, яғни қола дәуірінің соңғы кезеңі дейді. Тарихта ол 12 және 8 ғасырларды қамтиды. Біздің заманымызға дейінгі Биғаз Дәндібай мәдениеті және Сарғара мәдениеті деген мәдениеттермен белгілі. Ал енді Зеренді ауданының Қошқарбай шатқалының ескерткіштерін зерттеу барысында табылған қыш ыдыстарды кезең-кезеңдерге бөліп қарастыратын болсақ, ерте қола дәуірінің Петров мәдениетіне жататын қыш ыдыстардың бүйірі тікше немесе біраз шығыңқы, мойны ішке қайырылған, түбі жайпақ, бойлары аласа ыдыстар басым болды. Қыш ыдыстарға салынған геометриялық өрнектер бұл кезеңнің қыш ыдыстарында тек қана жоғарғы жағында, төменгі жағында өрнектелді. Орта қола дәуірінің Алакөл және Федоров мәдениетіне тән қыш ыдыстардың түбі жайпақ келді. Иіні дөңгелетіліп немесе мойны мен бүйірінің арасы ойықталып жасалды. Өрнек тегіс немесе ұсақ тісті қалыптар мен штамптармен түсірілді. Бұл дәуірде ең көп кездесетін геометриялық өрнектер үшбұрыштар, меандрлар, сынық немесе ерек сызықтар және осылардың барлығы әртүрлі бір-бірімен қиюласуында болды. Орта қола дәуірінің қыш ыдыстары көбінесе ернеуі, мойны, үстіңгі, жоғарғы жағы өрнектелді. Ал иіні ойық ыдыстарда сурет үш жерге, мойнына, ортасына және жоғарғы бөлігіне, түбіне жақындау жерлерге салынды. Ал кейде ыдыстың түбі де өрнектелді. Қола дәуірінің соңғы кезеңін Биғаз Дәндібай мәдениеті деп аталады. Бұл дәуірдің ерекшелігі алып құрылыстарды салумен ерекшеленді. Сонымен қоса, бұл дәуірдің де өздеріне тән қыш ыдыстары да болды. Соңғы қола дәуіріндегі қыш ыдыстардың дені иіні дөңгелек, бүйірі шығыңқы болып жасалды. Олардың ернеуіне қиғаш және айқыш-ұйқыш кертпелдер бар балшық таспалар жабыстырылды.
кейде иініне өрнектің басқа түрлерімен қатар ирек сызық, қисығы ойық, шырша, меруерттер түрінде суреттер салынды. Ал кейде бұл дәуірдің қыш ыдыстарында ешбір өрнексіз салынған қыш ыдыстар да кездесіп жатады. Осындай ерекшеліктеріне байланысты орталық Қазақстанда көптеп зерттеген қазақ археология ғылымының негізін қалаушы Алкей Хақанұлы Марғұлан Беғазы Дәуіндібай мәдениетін өз алдына ерекше жеке мәдениет етіп көрсетеді. Осындай қыш ыдыстардың ерекшелігі жайлы қола дәуірінің соңғы кезеңін жақсы зерттеген Алкей Хақанұлы Марғұланның соңғы шәкірті, тарих ғылымдарының профессоры, археолог Сағындық Ұлыбайұлы Жаумбаевтың өз аузынан естейік. Жалпы қола дәуірінің тек қана мына жерлеу тәсіліне қарап емес, қыштан жасалған ыдыстарына қарап үшке бөледі. Бірінші кезеңнің ыдыстары мынаның, яғни Нұра кезеңнің ыдыстарында мына жағын, жоғарғы жағын шейка дейді. Я жоғарғы жағын, және төменгі жағын, придонный часть дейді, төменгі жағын ғана, ортасында ешқандай не жоқ, өрнектеу жоқ. Ал енді қола дәуірінің орта кезінің ыдыстарында мынаның сыртын түгел өрнектеген ковровый орнамент дейді. Неше түрлі фестоны дейді, меандри дейді, үш бұрыштар, төрт бұрыштар, қиғаш бұрыштар, неше түрлі өрнекті әдемі ковровый орнамент дейді. Яғни кілемнің түсі сияқты. Ал енді мынау қола дәуірінің соңғы кезінің ыдыстары, бұл енді кішкене небрежный дейді, қалай болса солай жасалған. Қалай болса солай өрнектелген. Мінекей көріп отырсыздар ма? Мынаның өрнегі, мынаның өрнегі, мынаның өрнегі өте кәдімгі сирек өрнектелген. Яғни қыштан жасалған ыдыстар сынады, сол лақтырылып жіберіледі, тасталады. Сондықтан біріншіден бұның технологиясын әбден меңгерген жасауды. Екіншіден осыны өрнектеп жату не керегі бар деген сияқты болуға тиіс. Мынаның үшін сол мінекей әр жерінен ғана өрнек. Бұл енді бір жағы сол көшпелілікке жақындағандығының белгісі. Екінші жағы сол мынау қыштан жасалған ыдыстардың технологиясын әбден меңгергендіктің белгісі деп ойлауға болады. Міне осылайша өздеріңіз көріп шыққандай қыш ыдыстарға қатысты біраз нәрселер анықталды. Қорыта келгенде археологиялық мәдениетті бөлген кезде ғалымдар енді қола дәуірінің қорғандарының сыртқы формасын туындысына ғана қарап емес, енді қола дәуірінің қыш ыдыстарының сыртқы формасы мен салынған өрнектеріне де назар аударатын болды. Сол дәуірде өмір сүрген адамдар осы салынған геометриялық өрнектерге қарап, киімге салынған әшекей бұйымдар мен өрнектерге де қарап, өз халқын ажырататын болды. Осылайша геометриялық өрнектерге қарап, сол дәуірдің, сол этностың көрсеткіші ретінде қарастыруға да болады.